Сәлем достар, бүгін біз сіздерге басқа арналған өте нәзік тұратын ободоктар жасай үйренетін боламыз. Бұл ободокты жасау үшін ең алдымен бізге мынандай жіңішке ободок керек болады. Және де өзіңіз қалаған әртүрлі түсті моншақтар міне. Бұл моншақтың менде 8-9 мм. Сызғышқа өстіп қойып есептеп аламыз қанша екенін. Көк түстен емес, өзіңіз қалаған әртүрлі түстен жасасаңыздар болады. Ең алдымен біз осы сым теміріміздің басын кішкене ободокқа жақсылап орап аламыз, шашылып қалмас үшін. Үстіп тартып әдемілеп ораймыз. Бұны барлық ұшынан бастап емес, жай жоғары қарай бастасаңыздар болады. Мына жақ қалу керек. Өйткені құлаққа ыңғайлы тұру үшін. Сосын бүйтіп әр моншағымызды қойып, сым темірді былай ораймыз. Былай қойып, астынан сым темірді шығарып ораймыз. Былай. Өстіп, аяғына мынау ұшына дейін ораймыз. Бұны да осындай сантиметр кішкене қалдырамыз. Міне біз соңғы жағына келгенде өстіп ораймыз. Қаттырақ тартсаңыздар, ободоктарыңыз да мықты болады. Міне өстіп орап болған соң, мына соңында қалған сым темірді де өстіп ең бірінші қатайтқан сияқты қатайтамыз. Сол кезде ободоктарыңыз мықтырақ болады. Кішкене моншақтың астына қарай қатайтып жіберсеңіздер болады. Артығын кесіп тастаймыз. Міне біздің ободогымыз дайын. Өстіп әдемі көрінеді. Және ободоктан қалған моншақтан үстін браслет жасасаңыз болады. Мысалы, мына менің қызыл браслет, қызыл ободоктікі. Өте әдемі көрінеді. Алтын қолдарыңызбен осы менің каналыма подписать етіп кетіңіздер. Лайк басып, комментарий жазып ұмытпаңыздар.